Қайырлы күн достар, сіздермен бірге айым. Сіздердің назарыңызда бүгін тасбақа торты. Дәмі өте керемет, ал дайындалу жолы өте оңай. Кәне кірісеміз. Ол үшін бізге 6 жұмыртқа, 130 грамм қант, 50 граммды какао ұнтағы, 1 шай қасық қопсытқыш және 200 граммдай ұн қажет. Ыдысымызды алып 6 жұмыртқаны жарамыз. Үстіне қантты біртіндеп салып, миксермен 5 минуттай аппақ көпіршік болғанға дейін шайқаймыз. Содан кейін какао ұнтағын және қопсытқышты ұнымызға қосып, араластырып, қамыр жасаймыз. Міне бізде осындай қамыр пайда болды. Пергамент төсеп, біз дөңгелекшелер жасаймыз. Сіздің қамырыңыз өте қою және өте сұйық болмау қажет. Өте сұйық болса, ол жайылып кетеді. Сондықтан да қадағалап тұруыңыз қажет. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 4-5 минут пісіріп аламыз. Міне тез арада олар дайын болды, жақсы пісті. Енді біз кремді дайындаймыз. Бізде қайнатпалы крем. 500 грамм сүтімізді газ плитаға қойып, ақырындап қыздырамыз. Енді оған 2 жұмыртқа, 130 грамм қант, 50 грамм ұн, ванилин және сары май қажет. 2 жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып шайқаймыз. Оның үстіне ұн және ванилин қосамыз. Ақырындап сүтімізге құйып, араластырып тұрамыз. Уақыт өткеннен кейін ол қоюлану қажет. Дайын болғаннан кейін біз оны пештен алып, 150 грамм сары майымызды қосып араластырамыз. Үстіне пленка жауып, 10-15 минуттай демалтамыз. Енді тасбақа тортын жинауға кірісейік. Ең жақсы деген без дөңгелекшені біз басын, аяғын, қолын жасауға арнаймыз. Әсемде ол өзіңіздің еркіңіз, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен үстіне какао ұнтағын сеуіп, шоколадпен әрледім.